Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кешкі асқа өте дәмді болып шығатын мясо по-французски тамағын дайындап көрсетемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен осындай тартылған етке пиязымызды ұсақтап турап қосып араластырамыз. Тұз бұрышымызды дәміне қарай салып, жақсылап араластыру керек. Содан кейін осындай противеньге пергамент салып, үстіне май құйып, жақсылап жағып шығамыз. Астыңғы бөлігі дәмді болып жабысып қалмас үшін осылай майлаған дұрыс. Одан кейін жұқалап осылай турап алған картоптарымызды төменгі жағына орналастырып шығамыз. Бір тегіс етіп қойып алғаннан кейін үстіне дайын болып тұрған фаршымызды онда жақсылап бір тегіс етіп орналастырып, бетіне майонез жағамыз. Немесе қаймақ жақсаңыздар да болады. Маған осы майонез қосылған түрі өте дәмді сияқты болып шығады, сол үшін майонез қосамын. Одан кейін тағы да картопты қойып, оның бетіне фаршты жайғастырып, содан кейін тағы да майонез жағып, бір тегіс етіп жағып аламыз. Содан кейін 2 жұмыртқаны шағып, осылай араластырып бетіне құйып шығасыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығады тағамдарыңыз. Дәл осылай қызып тұрған 200 градус пеште пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне сыр сеуіп, тағы да 5 минутқа қойып алсаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді, барлығына ұнайды деген ойдамын. Біздің отбасымызға барлығына ұнады. Видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.